Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Анар Елемесқызы. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сосиска в тестенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ал ендеше достар, ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді және де 2 немесе 1 қасық тұз, 2-3 қасық қантымызды салып, алдымен осылай шаңышқымен немесе венчикпен бір араластырып аламыз. Кейін үстіне 1 немесе 2 қасық ашытқыны салып, шамамен 15-20 минутқа көтерілгенше қоямыз. Кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы керек. Мен әдеттегідей алдымен осылай венчикпен немесе шаңышқының көмегімен осылай араластырып аламын. Кейін үстіне бірте-бірте ұнды қоса отырып, жұп-жұмсақ етіп қамырды илейміз. Сондай-ақ жұмсақ қамыр илеп болғасын, бетіне сұйық майымызды жағып, бетін пленкамен кейін жылы орамалымызды бетін жауып, шамамен 1-1,5 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоятын боламыз. Міне менің қамырым көтерілді, өте әдемі шарик құсап көтерілді. Енді осы қамырымыздан қазір оп-оңай тез жасалатын сосиски в тестелерімізді дайындайтын боламыз. Столымыздың үстін алдымен сұйық маймен бір майлап алғанымыз жақсы. Қамырымыз жабыспайтын болады, және де қолымызды да бір майлап алсақ жақсы болады. Кейін мен қамырымды осылай 2-ге бөліп алып, оқтаудың көмегімен қатты жұқа немесе қатты қалың да қылмай, орташа көлемде жайып алдым, және шұжықтарымды өзіме жақын жерге қасыма қойып қойдым. Енді осылай пышақпен немесе мен сияқты осындай неңі құрылғыңыз болса, ұзыншақ етіп кесіп аласыздар да, спираль тәріздес сосискілерімізді осылай орап шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңыз мәз болады, немесе мектепке алып кетуге де жақсы. Екінші түрін көрсетейін. Жерге осылай жатқызып орап алсаңыздар да болады. Шамамен енді 15-20 минутқа бетін жауып көтерілгенше кішкене демалдырып қоямыз, және де жұмыртқаның сарысын барлығына біркелкі етіп жағып шығамыз да, өз қалауыңызша мак немесе кунжут болса, әдемдеп, әсемдеп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 20-25 минутта үсті астын бірдей қыздырып етіп пісіріп аласыңыздар. Достар, менің арнам ұнаса, менімен бірге болып, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше менің сосискілерім дайын болды. Өте жұп-жұмсақ, дәмді, ешқандай да қиындығы жоқ. Балаларыма қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін. Алдағы уақытта көптеген оңай жеңіл жасалатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей, арасы толық піседі. Сіздермен бірге болған мен, Анар Елемесқызы. Ас болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жақсы күнде жүздескенше аман отырайық.